Шынашақ. Бұрынғы бір заманда кедей және баласы жоқ бір жұп өмір сүріпті. Олар қатты бала сүйгісі келіпті. Егер менің балам болса, ол шынашақтай ғана болса да, мен өте бақытты болар едім, депті әйел. Және таңғаларлықтай, көп ұзамай шынашақтай кішкентай бала дүниеге келіпті. Олар өте қуанышты болыпты. Балаға шынашақ деп ат қойыпты. Бала жақсы тамақ жейді екен, бірақ өспей кішкентай күйінде қалыпты. Шынашақтың көлеміндей ғана, бірақ ол өте ақылды, тапқыр болып. Бір күні қарт орманға отын шабуға барады. Және өз-өзіне былай дейді: маған бір арбаны жүргізуге көмек беретін біреу болса жақсы болар еді. Әке, мен сенің арбаңды жүргізіп беремін, депті бала. Анам жүгенді тағып бергеннен кейін мен аттың құлағына отырып, оған қайда бару керегін айтамын. Анасы баланы аттың құлағына отырғызыпты, және ол атқа жолды айтып отырады. Жолда екі бейтаныс адам кездесіпті. Оларға аттың өзі жүргені өте таң қаларлық болып көрініпті. Жақын маңнан біреу айқайлап жатқандай естіліпті. Бірақ арбада ешкім болмапты. Олар арбаның артынан еріп, оның сырын білмек болады. Бала арбаны әкесінің отын шауып жатқан жеріне дейін жүргізіп әкеліпті. Әкесі баланы аттан түсіріпті. Бейтаныс екі адам оны көріп таң қалады. Олардың бірі былай дейді: егер біз мына кішкентай баланы қалаға апарып көрсетсек, біз көп ақша табар едік. Кел, оны сатып алайық. Олар баланың әкесіне барыпты да: бізге мына баланы сатыңызшы, біз оған бақытты өмір сыйлаймыз, деп айтыпты. Әкесі олардың ұсынысынан бас тартпақ болып, сол кезде бала әкесінің иығына шығып: әке, сен мені оларға сата бер, мен міндетті түрде қайтып келемін. Әкесі оны оларға сатып жіберіпті. Әкесі баланы сатып көп ақша алған екен. Бейтаныс адамдар баланы біреуінің қалпағының шетіне отырғызып, өздерімен бірге алып кетіпті. Кешке қарай бала былай дейді: мені түсіріңдерші, мен жайлырақ орналасқым келеді. Бір адам қалпағын шешіп, баланы жерге түсіріпті. Ол шөптің арасына секіріп, содан кейін тышқанның ініне кіріп кетіпті де: қайырлы түн, мырзалар, енді сіздер үйге қайтыңыздар. Олар оны інінен шығармақ болыпты, бірақ ештеңе шықпапты. Өйткені ін тым терең екен. Екі адам ашуланып, үйлеріне бос қайтыпты. Түн болғанда бала сабанның арасына кіріп ұйықтап қалады. Ертеңгі күнді асыға күтіп, үйіне қайтуды армандапты. Таң атысымен бір шаруа малдарын тамақтандыруға келеді. Ол сиырға шөп әкеліпті. Ал сол шөптің ішінде бала жатқан болатын. Шаруа баланы байқамапты. Сиыр шөпті жеп, шөппен бірге оның асқазанына түсіп кетіпті. Бала оянғанда өзін қараңғы, терезесі жоқ бөлмеде жатқандай сезеді. Ол қорқып кетіп, асқазанда жатқанын түсінеді. Іште орын барған сайын азая беріпті. Ол қатты айғайлап, жылай бастапты. Енді не істеймін? Мені ешкім құтқармай ма? Шаруа шошып кетіп, қорыққаннан жерге құлапты. Ол сиырдың ішінде бір мақұлық бар деп ойлап, оны өлтірмек болып, баланы сиырдың қарнымен бірге қоқысқа лақтырып тастапты. Бала шығуға тырысып,
басын шығарған кезде бір үлкен қасқыр көріпті. Қасқыр оны бірден жұтып жіберіпті. Бірақ бала өз айласын ойластырады. Ол айғайлап: «Қымбатты қасқыр, мен саған тамақ толы жерді білемін», депті. «Ол қайда?» деп сұрайды қасқыр асыға. Бала оған өзінің үйінің жолын егжей-тегжейлі айтып береді. Кешке таман қасқыр баланың үйіне жетіп, ас үйге кіріп, тамақты жей бастайды. Бала қасқырдың ішінде айқайлап, ата-анасын оятады. Олар тез арада шалғы мен балта алып, ас үйге жүгіріп келеді. Қасқырдың қарнын жарып, баласын аман алып қалады. Бүкіл отбасы қайта қауышыпты.